Бөлшектерді оқыңдар. 7-ден 1, 11-ден 8, 16-дан 5, 65-тен 21, 771-ден 109. Келесі 261. 260 жаттығуда берілген жай бөлшектердің әрқайсысының алымы мен бөлімін атаңдар. Алымы 1, бөлімі 7, алымы 8, бөлімі 11, алымы 5, бөлімі 16, алымы 21, бөлімі 65, алымы 109, бөлімі 771. Келесі 25-ші суретте бөліктері боялған шашылар кескінделген. Әр шашының боялған бөлігін жай бөлшек түрінде жазыңдар. Енді боялған бөлігін санаймыз. Барлығы неше бөлік? Бізде барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осының боялған бөліктерін алайық. Боялған бөлігі 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік. Сонда боялған бөлігі бірінші сурет бойынша бұл барлығы 9, оның 3 бөлігі боялған. 9-дан 3 дейміз. Келесі бөліктерін санайық. Екінші 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Екінші 16, барлығы 16 бөлік. Оның неше бөлігі боялған санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлігі. 16-дан 8 бөлігі деп аламыз. Келесі үшінші. Барлық бөлікті санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөліктің нешеуі боялған? 1, 2, 3, 4 боялған. Сонда 8-ден 4 болады. Келесі төртінші. Барлық неше бөлік санаймыз. Так, мына жерде бүйтіп бөліктерге бөлінбеген, оны бүйтіп бөліктерге бөле салсақ болады. Сонда барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 18 нешеу боялған? 1, 2, 3, 4, 5, 6 боялған. 18-ден 6. Келесі 263 есеп. Суретте берілген фигуралардың қандай бөлігі боялған? Енді жалпы неше бөлік бар екендігін табамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік. Бірінші сурет бойынша 8 бөліктің неше бөлігі боялған? 1, 2, 3 бөлігі боялған. Так, енді екінші сурет бойынша жалпы бөлігін тауып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 бөлік, оның неше бөлігі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлігі. 18-ден 7 бөлігі боялған деп аламыз. Келесі үшінші бөліктерін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Жалпы 16. 16-ның нешеуі боялған? 16-ның біреуі, екеуі, үшеуі, төртеуі, бесеуі, алтауы, жетеуі. Жетеуі боялған екен. Келесі. Ұзындығы 10 см кесінді салыңдар. Кесіндінің 6 см-ге тең бөлігін қызыл түспен көрсетіңдер. Кесіндінің қандай бөлігі қызыл түспен көрсетілген? Кесіндінің қанша бөлігі боялмаған? Ұзындығы 10 см болса, бізде 20 шақпақ болады, сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ұзындығы 10 см болатын кесіндіні салдық. Енді оның 6 см-ін біз қызыл түспен бояймыз. Так. 2, 3, 4, 5, 6. Алтауын қызылмен боядық. Так, енді қарайды. Кесіндінің қандай бөлігі қызылмен боялған? Жалпы кесінді 10 бөлікке бөлінген, сонда 10-нан 6 бөлігі қызыл деп қояқ. Қызыл. Енді кесіндінің қанша бөлігі боялмаған? Қалған бөлік неше бөлік қалды? 1, 2, 3, 4 бөлік қалды. Сонда 10-нан 4 бөлігі боялмаған. Келесі 65-ші есеп. 265-ші есепте фигураның боялған бөліктері жай бөлшекпен дұрыс жазылған ба дейді. Боялған бөлік. Бірінші жалпы бөлігін санайық. 1, 2, 3, 4. Мынаны былай бөлеміз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынаны бөлеміз. 11, 12, 13, 14. Мынаны бөлеміз. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Барлығы 20 бөлік екен. Енді сол неше бөлігі боялған? 1, 2, 3, 4, 5,
алтау, жетеу. 20-дан 7 бөлігі боялған. Дұрыс жазылған. Келесі екіншісі. Жалпы неше бөлік екен санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Барлығы 16. Соның неше бөлігі боялған. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік. 16-тан 5, яғни бұл дұрыс. Келесі неше бөлікке бөлінген санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлікке бөлінген. 8 бөліктің 1 бөлігі боялған. Мына сонда қате. 4-тен 1 емес, бұл бізде 8-ден 1 болады екен. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Оның неше бөлігі? 1, 2, 3 бөлігі. 8-ден 3 бөлік боялған. Мына жерде 4 болмайды, 8 болады екен. Келесі 5-ші неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлінген. Оның міне 1 бөлігі, 2 бөлігі боялған. Сонда мына жерде 5-тен 2 болады екен. 5-тен 3 емес, 5-тен 2. Келесі 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлік. 6 бөліктің неше бөлігі? 1 бөлігі қарамен тұр, 6-тан 1 болады. Мына жер қате болады сонда. Келесі ақпан айында 28 күн болса, бір жылда қанша күн бар? Және ақпан айы жылдың қанша бөлігін құрайды? Бір жылда, жаз қояқ, бір жылда, біріншісі. Бір жылда 365 күн бар. Ақпан айында 28 күн болса, ақпан айы жылдың қанша бөлігін құрайды? Яғни жалпы жыл 365, 365-тен 28 бөлігін құрайды. Келесі екінші сұрақ. 2016 жылы ақпан айы жылдың қанша бөлігін құрайды? 2016 жылы ақпан 29 мамырда біткен. Сонда бізде 365-тен 29 бөлігін құрайды екен. Келесі 67-ші есеп 22-ші кесте мәліметтер енгізіңдер. Мектептегі барлық 5-ші сынып оқушылар саны, сынып оқушылар саны, сыныптағы қыз балалар саны, сыныптағы ер балалар саны. Бізде мектептегі барлық 5-ші сыныптағы оқушылар саны мысалы 100-деліге ойша алайық. Сыныптағы оқушылар саны, сыныптағы оқушылар саны. Сыныптағы барлық оқушылар саны ол бізде 100. Сыныптағы қыз балалар саны. Сыныптағы қыз балалар саны мысалы 47 болса, ұл балалар саны 53. Сонда кестедегі сандарды қолданып мүмкін болатын барлық жай бөлшектерді құрастырыңдар, және ол бөлшектер нені білдіреді? Сыныптағы қыздар саны, барлық сыныптағы оқушылар саны 100, 100-ден 47 бөлігі деп алсақ болады, ал ер балалар саны 100-ден 53 бөлігі деп аламыз. Номер 268-ші есепті шығарайық. 268. Бірінші есеп 6-дан 5. 6-дан 5. Яғни бөлшекпен жазыңдар дейді. Келесі екінші 13-ден 8. 13-ден 8. Келесі үшінші 38-ден 3. 38-ден 3. Келесі төртінші 40-дан 11. 40-дан 11. Келесі бесінші 97-ден 20. 97-ден 20. Келесі алтыншы 300-ден 162. 300-ден 162. Келесі енді есепті шығарайық. 269-ші есеп. Бөлінісін жай бөлшек түрінде жаз. Бірінші 2 бөлінген 17 тең 17-ден 2 деп жазамыз. Келесі екінші 6 бөлінген 19 тең болады. 19-дан 6 түрінде жазамыз. Келесі үшінші 22 бөлінген 25 тең 25-ден 22 деп жазамыз. Келесі төртінші 31 бөлінген 100, оны біз 100-ден 31 түрінде жазамыз. Келесі бесінші 72 бөлінген 113 тең 113-ден 72 деп жазамыз. Келесі алтыншы 324 бөлінген 1001 тең 1001-ден 324 деп жазайық.
Келесі 7-ші 500 бөлінген 501 тең 501-ден 500 деп жазамыз. Келесі 8-ші 721 бөлінген 999 тең 999-дан 721 деп жазамыз. Келесі 9-ші 853 бөлінген 2201 тең болады. 2201-ден 853 деп жазамыз. Осы берілген жай бөлшекті бөлінді түрінде жаз. 23-тен 2, ол тең 2 бөлінген 23. Келесі 2-ші 47-ден 10, ол тең 10 бөлінген 47. Келесі 3-ші 73-тен 65, ол тең 65 бөлінген 73. Келесі 4-ші 333-тен 205, ол тең 205 бөлінген 333. Келесі 5-ші 400-ден 7, ол тең 7 бөлінген 400. Келесі 6-ші 11-ден 3462, ол тең 11 бөлінген 3462. Келесі 7-ші 523-ден 400, ол тең 400 бөлінген 523. Келесі 8-ші 5555-ден 1489, ол тең 1489 бөлінген 5555. Келесі 271-ші есеп бөлімі 9 болатын 4 жай бөлшек жаз. Бөлімі 9. 9-дан 1, 9-дан 3, кез келген жаза береміз. 9-дан 5, бөлімі 9-дан 9 болса болады. 9-дан 6 деген сияқты. Келесі 2-ші алымы 13 болатын 4 жай бөлшек жаз. 17-ден 13, 18-ден 13, 20-дан 13, 33-ден 13 дейді. Келесі 3-ші алымдар бірдей 4 жай бөлшек жазамыз. Алымдары мысалы 2 деп алсақ, 3-тен 2, 5-тен 2, 7-тен 2, 8-ден 2 деген сияқты. Келесі 4-ші бөлімдері бірдей жай бөлшек жаз дейді. Бөлімдері бірдей, мысалы 11-ден 1, 11-ден 3, 11-ден 4, 11-ден 6 деген. Келесі 5-ші бөлімі алымынан 4-ке артық. Бөлімі алымынан 4-ке артық. Мысалы бөлімі 9 болса, алымы 5. 9-дан 5 алсақ 4. Бөлімі алымынан 4-ке артық. Мысалы 9-дан 5, 11-ден 7, 8-ден 4, 5-ден 1 деген сияқты. Келесі 6-ші бөлімі алымынан 2 есе артық. Бөлімі алымынан 2 есе артық. Мысалы 10-нан 5, 4-тен 2, 6-дан 3, 22-ден 11 деген сияқты. Сонда бөлімі алымынан 2 есе артық. Келесі 7-ші алымы бөлімінен 5-ке кем. Алымы бөлімінен 5-ке кем болса, онда бөлімі алымынан 5-ке артық деген сөз. Сонда бізде былай деп алайық. 5-ке деп тұр. 15-тен 10, 25-тен 20, 33-тен 28, 12-ден 8 деген сияқты. 12-ден 7 бізде 8 болмайды. 12-ден 7 болады. 12-ден 7 алсақ 5 қой. Енді келесі 8-ші алымы бөлімінен 3 есе кем.
8-ші. Алымы бөлімнен 3 есе кем. Алымы бөлімі 3 есе артық деген сөз. 30-дан 10. 27-ден 9. 33-ден 11. 66-дан 22 деген сияқты. Сонда бізде осы сандарды бөлшектерді жазамыз. Келесі. Есептік төртбұрыштың ұзындығы 10 см, ені 7 см қысқа. Ал ені ұзындығынан 7 см қысқа. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар. Тік төртбұрыштың ені периметрдің қандай бөлігін құрайды? Енді ұзындығы бізде 16 см. Ені ұзындығынан 7 см-ге қысқа, яғни 16-дан аламыз 7-ні, тең болады 9 см. Периметрін табамыз. Осының бөлігін табамыз. Алдымен периметрін табайық. Периметр тең болады 2 А қосылған Б. Сонда периметр тең болады. Так. 2 көбейтілген А дегенге 16-ны қоямыз, Б дегенге 9-ды қоямыз. Сонда 16-ға 9-ды қоссам 25, 25-ті 2-ге көбейтсем 50 см. Енді біз тік төртбұрыштың периметрін таптық. Тік төртбұрыштың ені, яғни ені бұл 9, периметр қандай бөлігін құрайды? Периметрі 50 болса, ені 9. 50-ден 9 бөлігін құрайды. Келесі 273-ші есеп. Тік бұрышты параллелепипед 7-ге тең бөліктерге бөлінген. Мына жерде суретте көрсетілген. Тік бұрышты параллелепипедтің қандай бөлігі жасыл түспен, қандай бөлігі қызыл түспен, қандай бөлігі көк түспен, қандай бөлігі ақ түспен боялған. Енді жеке-жеке бірінші, екінші сурет бойынша есептейміз. Бірінші, яғни жасыл түспен. Жасыл. Жалпы неше бөлік бізде? Жасыл түспен дейді, қос нүкте қойық. Жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөліктің 2 бөлігі жасыл түспен боялған екен. Келесі қызыл. Қызыл түспен. Так, 7 бөліктің 3 бөлігі қызылмен боялған. Көк. 7 бөліктің 1 бөлігі көкпен боялған. Ақ. 7 бөліктің 1 бөлігі ақпен боялған. Келесі екінші. Жасыл түспен. Жасыл түспен. Барлығы неше бөлік саналамыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-нің 1 бөлігі, 2 бөлігі, 3 бөлігі. 7-ден 3 бөлігі. Қызыл түспен. Қызыл түспен 1 бөлігі ғана боялған, 7-ден 1. Көк түспен. 7-ден 2 бөлігі боялған. Ақ түспен 7-ден 1 бөлігі ғана боялған. Келесі. Қандай бөлігін құрайтын жай бөлшектің көмегімен көрсетуге болады? 3 см, 29 см, 55 см. Метрдің қандай бөлігі? Жаз қойық. 3 см. 1 метрде бізде 100 см бол. Сонда 100-ден 3 бөлігі. 100-ден 3 метр деп алайық. Келесі 29 см. 100-ден 29 метр. Біріншісі. Жаз қойық. 1 метрде 100 сантиметр. Келесі 55 сантиметр тең 100-ден 55 метр. Екіншісі тонна. 1 тоннада 1000 килограмм бар, жаз қойық. 1 тоннада 1000 килограмм. Сонда 8 килограмм. 8 килограмм. 1000-нан 8, 8 килограмм. 1000-нан 8 тонна. Так, одан кейін 17 килограмм. 1000-нан 17 тонна. 432 килограмм. 1000-нан 432 тонна. Келесі үшінші сағат. 1 сағатта 60 минут бар. 1 сағатта 60 минут бар. Сонда 2 минут.
2 минут. Ол тең 60-тан 2 сағат. Келесі 23 минут. 60-тан 23 сағат. Келесі 59 минут. 60-тан 29, 59. 60-тан 59 сағатқа тең. Келесі мынау сағатты тәулікке айландырамыз. Сонда төртінші бір тәулікте бізде 24 сағат бар. Так, 5 сағат. 5 сағат 24-тен 5 тәулікке тең. Келесі 12 сағат. 24-тен 12 тәулікке тең. Келесі 21 сағат. 24-тен 21 тәулікке тең. Так, енді келесі есеп тік төртбұрыштың ұзындығы. Ұзындығы 7 см, ені 2 см. Ұзындығы 7 см, ені 2 см. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығының қандай бөлігін құрайды? Ені ұзындығының қандай бөлігін құрайды? Яғни 7-ден 2 бөлігін құрайды. Бір сантиметрде қанша метр бар? Яғни 1 метрде біз білеміз 100 сантиметр бар. Ал 1 сантиметрде 100-ден 1. Біз қойық 1 сантиметр тең болады 100-ден 1 метр. Келесі екінші 1 дециметрде қанша метр бар? 1 метрде бізде 10 дециметр бар. Ал 1 дециметрде 10-нан 1 метр бар екен. Келесі үшінші 1 грамда қанша килограмм бар? 1 килограмда бізде 1000 грамм бар. Ал 1 грамда 1000-нан 1 килограмм бар екен. Келесі төртінші 1 килограмда қанша тонна бар? 1 тоннада бізде 1000 килограмм бар. Ал 1 килограмда 1000-нан 1 тонна бар екен. Бірінші сантиметрдің 10-нан 1 бөлігі. 1 сантиметрді 10-ға бөлеміз. Ол бізде 1 миллиметрге тең. 1 миллиметрге тең. Келесі дециметрдің 10-нан бөлігі. Сонда 1 дециметрді 10-ға бөлеміз. Сонда ол бізде 1 сантиметрге тең екен. Келесі метрдің 10-нан 1 бөлігі. 1 метрде 10 дециметрді 10-ды 10-ға бөлсек, бізде 1 дециметр болады екен. Келесі төртінші килограммның 1000-нан 1 бөлігі. 1000-нан 1 килограмм. Сонда 1 килограммда 1000-ға бөлетін болсақ, 1 грамм болады бізде. 1 грамм. 1 килограммда 1000 грамм бар ғой. Келесі бесіншісі тоннаның 1000-нан 1 бөлігі. 1000-нан 1 тонна. 1 тоннада 1000 килограмм бар, сонда ол 1 килограммға тең екен. Келесі алтыншысы сағаттың 60-тан 1 бөлігі. 60-тан 1 сағат. Сонда ол 1 сағатта 60 минут бар, 1 минутқа тең екен. Келесі жетінші минуттың 60-тан 1 бөлігі. 60-тан 1 минут. 1 минут 60 секунд бар ғой. Сонда 60-ға бөлсек 1 секундқа тең болады екен. Бірінші есеп қабырғасы 2 сантиметр және 6 сантиметр. Яғни 2 сантиметр бізде 4 шақпақ, мына жағы 4 шақпақ, мына жағы 12 шақпақ болатын тік төртбұрышты сызамыз. Сонда біз осы тік төртбұрышты алдымен 2-ден 1 бөлігін бояймыз. 2-ден 1 бөлігі дегеніміз тура жартысы. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жер 6. Так, мынаны бүйтіп сызып аламыз да. Мына бөлігін бояймыз. Бұл бізде 2-ден 1 бөлігі болады, е? Жазып қойық.
2-ден 1 бөлігі. Келесі екінші 3-тен 1 бөлігі, яғни 3 бөлікке бөлеміз. 4 жақтықтан бөлеміз. Мына жерде 1, 3 бөлікке бөлдік те, енді осының біз 3-тен 1 бөлігін боямыз. Мына 3 бөлікке бөлдік те, соның 1 бөлігін бояп аламыз. Міне 3-тен 1 бөлігін боядық. Так, мына жерге жазып қойық. 3-тен 1 бөлігі. Келесі 6-дан 5 бөлігі. 6 бөлікке бөлеміз. 6 бөлікке бөлсек 2 жақтықтан болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, мына бізде үшіншісі 6-дан 5 бөлігі. 5 бөлігін бояймыз. Мынау бізде 6-дан 5 бөлігі. Келесі төртінші 12-ден 7 бөлік. 12 бөлікке бөлеміз, яғни 1-1 шақпақтан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ден 7 бөлігі. 7 бөлігін бояйық. Сонда 3 бөлігі кетті. 4, 5, 6, 7 бөлік. Міне 12-ден 7 бөлік. Осыны бояймыз. Так, мына жерге жазып қойық. 12-ден 7 бөлігін бояйдық. Келесі 5-ші 4-тен 3 бөлігін бояйық. Яғни 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлу үшін 12 шақпағы 3-тен бөлеміз. 1, 2, 4 бөлікті. 4 бөлікке бөлдік. Енді осының 3 бөлігін бояймыз. Так, 3 бөлігін бояйық. Мынау бізде 4-тен 3 бөлігі болды. Келесі 6-шы 12-ден 11 бөлігі. 12-ден 11 бөлікті былай да сызуға болады. Тура 2 бөлікке бөліп, енді мынаны 6 бөлікке бөлсек болады. 2 шақпақтан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 12 бөлікке бөлінді ғой, теңдей 12 бөлікке бөлінді, соның 11 бөлігін боямыз. 1 бөлігі ғана боялмайды екенбізде. Так, мынау 6-шы. 6-шыда біз 12-ден 11 бөлігін боядық. Келесі 29-шы суретте, номер 279, фигураның сызып 6-дан 1 бөлігін боямыз. Мына жерде тура 6 бөлікке бөлеміз. 2, 3, 4, 5, 6 бөлік. Енді осының 1 бөлігін ғана бояймыз. Боя қойып, мына бізде 6-дан 1 бөлігі. Мына суретте тура солай 6 бөлікке бөлеміз. 6 бөлікке бөлдік. Енді осының 1 бөлігін ғана бояймыз. Так, мына жерде бізде 6-дан 1 бөлігі. Келесі 30-шы суретте берілген фигураны дәптерге салып 8-ден 1 бөлігін бояймыз. 8-ден 1 бөлігін. 1, 2, 3, 8 бөлікке бөлдік. Енді осының 1 бөлігін ғана бояймыз. 8-ден 1 бөлік болады. Мына жер 8-ден 1. Келесі мынаны 8 бөлікке бөлеміз. Так. Сонда 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5, 6 бөлік, 7 бөлік, 8 бөлік. Енді осының 8-ден 1 бөлігін ғана боямыз. Мысалы ортасындағы бөлігін қойсақ болады, Так, мына жерде 8-ден 1 бөлік. Тура ортасынан 1 бөлік. Тура ортасынан 1 бөлік. 4 бөлік болды, Енді 8 болу үшін мына жақтарынан бөліп шығамыз. Енді осы жерде 8-ден 1 бөлігі мына болады. Так, мына жерге жазып қояйық. 8-ден 1 бөлігі. Енді мына суретке келетін болсақ, мына суретті кішкене басқаша қылып салайық. Номер 281-ші есеп.
бірінші есеп, яғни осы сандар осыған бөліне ме, тұжырым дұрыс па дейді. 85738 саны. Енді 85738 саны бұл жұп сан болғандықтан 2-ге бөлінеді. Дұрыс. Келесі 60891 саны 3-ке бөліне ме, тексеріп көрейік. Цифрлардың қосындысы 6 қосу 8 қосу 1 қосу 9. 9 қосу 1. Бізде 24 шығады. 24 3-ке бөлінеді. Яғни дұрыс. 3-ке бөлінеді екен. Келесі 11012 саны 4-ке бөлінеді. Бөлінеді. Енді қарайық. Цифрдың соңғы саны 12. 12 бізде 4-ке бөлінеді. 12 4-ке бөлінсе, демек 11012 саны да 4-ке бөлінеді. Дұрыс. Келесі 34656 саны 6-ға бөлінемін. 6-ға бөліну үшін ол 2-ге де бөліну керек, 3-ге де. 2 мен 3-ге бөліну керек қатарынан. 2-ге бөлінеді, өйткені жұп сан. Ал енді 3-ге бөлінемін, оны тексеріп көрейік. Так, енді 3-ке бөлінемін. 3 қосу 4 қосу 6 қосу 5 қосу 6 тең болады. Так, 6-ға 4 қоссақ 10, 13, 18, 18-ге 6 қоссақ 24. 24 3-ке бөлінеді. Демек, 6-ға да бөлінеді деген сөз. Сонда дұрыс. Келесі 10602 саны 18-ге бөлінемін. 18-ге бөліну үшін 9-ға да 2-ге де бөліну керек. Енді бізде қарап отырсақ, жалпы цифр жұп болған соң 2-ге бөлінеді. Ал енді 9-ға бөлінеме тексеріп көрейік. 1 қосу 6 қосу 2 тең болады 9. 9-9-ға бөлсек 1. Демек, ол 9-ға да бөлінеді, 2-ге де бөлінеді. Демек, 18-ге де бөлінеді. Сонда дұрыс болады. Келесі 15-ке бөлінеді ме дейді. 15-ке бөліну үшін 3-ке және 5-ке бөліну керек. Енді 5-ке бөлінетін белгілі. Енді цифрдың соңы 5-пен аяқталып тұр. Енді 3-ке бөліне ме, соны тексеріп көрейік. 3-ке бөліну үшін цифрдың қосындысы 3-ке бөліну керек. 5 қосу 2 қосу 2 қосу 1 қосу 5. Мына жерде 9, 9-ға 6 қоссақ 15. 15 ол 3-ке бөлінеді. Сонда дұрыс. Келесі 30-ға бөліне ме дейді. 30-ға бөліну үшін 10-ға бөліну керек және 3-ке бөліну керек. 10-ға бөлінетін белгілі. Цифрдың соңы 0-мен аяқталып тұр. Енді 3-ке бөліне ме тексеріп көрейік. 96200. 9 қосу 6 қосу 2 қосу 1. Так, 9-ға 6 қоссақ 15, 18. 18 ол бізде 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сонда бұл дұрыс. Келесі 81135 45-ке бөліне ме дейді. 45-ке бөліну үшін бұл бізде 5-ке және 9-ға бөліну керек. Енді 5-ке бөлінетіні белгілі. 5-пен аяқталып тұр. Енді 9-ға бөліне ме тексеріп көрейік. 9-ға бөліну үшін 8 қосу 1 қосу 1 қосу 3 қосу 5. 9, мына жақта 9, 18. 18 9-ға бөлінеді. Демек дұрыс. Демек бұл 45-ке де бөлінеді деген сөз. Так, бізде мына жерде ең кіші ортақ еселікті табамыз. 15, 30, 15. 2 ойы 15, 30, 50-дің. 15-ті жіктейік. 15 3-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. 30-ті жіктейік. 32-ке бөлем 15, 15-ті 3-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. Енді 50-ті жіктейік. 50-ке бөлем 25, 25-ті 5-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. Ең кіші ортақ еселігін алайық. 5-тен 2 өтір, мұнда 1, мұнда 1. 5-тің квадраты. Көбейту 2, мұнда 1, 2. Көбейту 2, көбейту 3. Так, сонда 25-ті біз көбейтеміз 6-ға, тең болады 150. Ең кіші ортақ еселігі 150 болады. Келесі екінші есепте. Ең кіші ортақ еселік 20, 30 және 45. Так, 20-ны жіктейік. 20-ны 2-ке бөлем 10, 10-ды 2-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. Келесі 30. 30-ды 2-ке бөлем 15, 15-ті 3-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. 45-ті жіктейік. 45-ті 3-ке бөлем 15, 15-ті 3-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. Енді 2-ден 2, мұнда 1, мұнда жоқ. Сонда 2-ның квадраты болады. Так, 3-тен 1, мұнда 2, 3-тің квадраты болады. 5-тен 1, 1-ден екен. 1 5-ті аламыз. Сонда 4 көбейтілген 9 көбейтілген 5. 4-ті 5-ке көбейтем 20, 20-ны 9-ға көбейтем 180. Ең кіші ортақ еселігі 180 болады.
сандар берілген, осы сандар жай көбейткіштерге жүктеп 3 рет 3 саны, 2 рет 7 саны кездесетін сандар теріп жаз. 135 жай көбейткіштерге жүктейік. 135 3-ке бөлінеді. 135-ті 3-ке бөлсек 12-ні 3-ке бөлсек 4, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 45, 45 тағы 3-ке бөлінеді. 15, 15 тағы 3-ке бөлінеді. 5, 5 5-ке бөлінеді 1. Келесі 162. 162 2-ке бөлінеді. 81, 81 бізде 3-ке бөлінеді. 27, 21-ді 3-ке бөлсек 27, дұрыс 27. 27 тағы 3-ке бөлінеді. 9, 9-ды 3-ке бөлем. 3, 3-ді 3-ке бөлем 1. Келесі 242. 242-ні 2-ке бөлем. 121. 121 бізде 121, 242, 121 бізде 11-ге бөлінеді. 11, 11-ді 11-ге бөлем 1. Келесі 441. 441 3-ке бөлінеді. 1. Так, 14-шінде 12. 4-тен 1. 21-шінде 21 3-ке бөлсем 7. 147-ні 3-ке бөлем 49, 49 7-ге бөлем 7, 7-ні 7-ге бөлем 1. Так, енді бізде бірінші 3 рет 3 саны. Міне 1, 2, 3. Яғни 135. 1, 2, 3, 3 рет, 4 рет кездесіп тұр, бұны жазайым. 135. Екінші 2 рет 7 саны кездесетін. Яғни бізде 141. 441 деппіз ғой. 441. Не 2 рет кездесіп тұр. 2 рет. Мұнда 3 рет кездесіп тұр. 4 рет кездесіп тұр, алмаймыз. Келесі енді соңғы есеп. 12 және 18 сандар берілген әр санның бөлгіштерін табыңдар. Жай сан. Бірінші бөлгіштерін табайық. 12-ның бөлгіштері 12 1-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. 3-ге бөлінеді. 4-ге бөлінеді. 6-ға бөлінеді. 12-ге бөлінеді. Келесі 18-дің бөлгіштері. 18 1-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. 3-ге бөлінеді. 6-ға бөлінеді. 9-ға бөлінеді. 18-дің өзіне бөлінеді. Енді келесіне бірінші тапсырма болған. Енді келесі екінші тапсырма. Жай сан болатын бөлгіштерін атаңдар. Жай сан болатын. Так, бөлгіштері 12-ның жай сан болатын бөлгіштері 1, 2, 3. Ал келесі 18-дің жай сан болатын бөлгіштері 1, 2, 3. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. 2 санның ортақ бөлгішін атаңдар. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Ең үлкен ортақ бөлгіш 12 мен 18-дің екеуі де 6-ға бөлінеді. Ең үлкен ортақ бөлгіші. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін деп тұрған жоқ. Бөлгіштерін деп тұр жалпы. Екеуі де 1-ге бөлінеді. Екеуі де 2-ге бөлінеді. Екеуі де 3-ге бөлінеді. Екеуі де 6-ға бөлінеді. Осы жалпы бөлгіштері. Ең үлкен ортақ бөлгіш емес. Мына жерге бет қояйық. Бөлгіштері. Екеуіне де ортақ бөлгіштер. Так. Келесі 4-ші тапсырма. Ортақ бөлгіштерінің арасында ең үлкен ортақ бөлгішін көрсет. Ең үлкен ортақ бөлгіш 12 мен 18-дің ішінде ол бізде 6-ға тең. Так. Келесі, мынау бізде 284-ші есеп болған. Енді номер 285-ші есеп. Ортақ бөлгіші 5 саны, 11 саны, 20 саны болатын 2 санды атаңдар. Ортақ бөлгіші 5 болатын біріншісі. Ортақ бөлгіші 5 болатын. 5 және де 10. 5-дің бөлгіші 5, 10-ның бөлгіші 5. 11-дің ортақ бөлгіш мысалы 22 мен 33. 22-ның бөлгіші 33, 22-ның бөлгіші 11, 33-дің бөлгіші 11. Так, келесі үшінші.
20 сан 20 болатын ортақ бөлгіші. 40 пен 60. 40-тың да бөлгіші 20, 60-тың да бөлгіші 20.